Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге бар жоғы 15 минутта үйдегі бар қарапайым заттардан тез арада тәтті тіске басар жасайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ, сырты қытырлап, іші жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 200 грамм жылы айранымызды құйып, үстіне кішкене ғана тұзымызды, бір ас қасық толтырып қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сонан кейін 2 жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Сонан соң алдын ала үкіштен өткізілген сырымызды қосатын боламыз. Төменде описание бөліміне барлығын құрамын қалдыратын боламыз. Сол жерден қарай аласыздар. Сырымыздың барлығын қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. 10 грамм қосытқышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, ең соңында ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды ең алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырып аласыздар. Себебі біздің ұнымыз сұйық болады. Айран болғаннан кейін, ең соңында қасықты алып, осылай қолыңыздың көмегімен жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Мінекей видеодағыдай кішкене қолыңызға жабысатындай болуы қажет. Столымызға кішкене ғана ұнымызды сеуіп, жақсылап иін қандыратын боламыз. Қамырымыздың жақсы иі қанғаннан кейін оқтаудың көмегімен осылай жайып шығамыз. Қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы қажет. Дәл видеодағыдай жайып шығамыз, және де видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Барынша тегіс, әдемі қылып кесуге тырысыңыздар, сол кезде әдемі болып пісетін болады. Майымыз қызғаннан кейін осы тәтті тіске басарымызды жақсылап екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, олар өте тез пісетін болады. Иісі де өте керемет. Міндетті түрде осылай қып-қызыл қылып пісіріп алыңыздар, және де құрғақ салфетканың үстіне қоюыңыз қажет. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлсая, алдағы уақытта ең оңай қарапайым заттардан жасалатын тағамдармен бөлісетін боламын.